Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылым осы аптаның соңында болатын Noche UFC, яғни UFC 306 турниріне арналады. Кештің басты кездесуі достар, біз білетін 135 фунт салмақтағы, яғни 61 килограмм салмақтағы кездесу. Американдық чемпион Шон О'Мalley өзінің титулдық белбеуін грузиялық, американдық және де соңғы кездер тіпті мексикандық болып жүрген Мераб Двалишвилиге қарсы қорғайтын болады. You can pick though. Which one would you want? Left hand or right hand? Ooh, I see exactly where I'm gonna land up. So many options. Co-main event достар. Әйелдер арасында 125 фунт салмақта, яғни 57 килограмм салмақта болатын кездесу. Чемпион мексикалық Алекса Грассо мен қырғызстандық Валентина Шевченко арасында болатын үшінші кездесу. Біз білетіндей бірінші кездесу достар. Алекса Грассо Валентина Шевченконы сабмишнмен аяқтаса, бұл арулардың өткен жолы кездесуі барысында дәл осы уақытта Noche UFC-да Алекса Грассо мен Валентина Шевченко арасындағы екінші кездесу тең нәтижемен аяқталған болатын. Осы жолғы үшінші кездесуде біз анық фаворитті білетін боламыз достар. Достар, осы шығарылым барысында біз бас аяғы 6 кездесуге тоқталатын боламыз. Және олардың ең алғашқысы әрине бұл чемпиондық кездесу. Шон О'Мalley мен Мераб Двалишвили арасында өтетін басты main event. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі бір ауыздан Шон О'Мalleyді кішкене ғана басымдықпен фаворит ретінде көріп отыр. Әрине, Мераб Двалишвилидің күресі де грэпплингіде жақсы дамыған, ал Шон О'Мalleyдің бокс стиліндегі тік тұрып соғысу әдісі өте керемет екенін білеміз. Және де сарапшылардың пікіріне мен де қосыла отырып, бұл кездесуде мен Шон О'Мalleyді фаворит ретінде көріп отырмын. Does he beat Buckley? No. Buckley's that good, huh? Buckley's. Wow, that's a bold statement right there, bro. So he backs up the talk then, huh? I mean, yeah, of course. Shavkat's what, number 3? I think Shavkat's 3 in the world or 2 in the world, right? I don't know exactly. Oh, Shavkat's winning all his fights. I don't know how many. Yeah, but He's finishing yeah, everybody. and you think Buckley beats him? Oh yeah. Yeah. Ал Алекса Грассо мен Валентина Шевченко арасындағы үшінші кездесуде ше. Бұл кездесуде әрине үшінші кездесу болғандықтан да менің ойымша бұл кездесуде Валентина Шевченко өзіне титулдық белбеуді қайтарып алады. Ал сарапшылардың пікірі бойынша Алекса Грассо кішкене ғана басымдықпен фаворит болып отыр. Одан кейінгі тоқталатын кездесу достар, бұл ерлер арасында 145 фунт салмаққа дейінгі өтетін, яғни ерлер арасындағы 66 килограмм салмақта өтетін кездесу. Нөмірі 12-ші орында тұрған, дәл қазіргі сәттегі хайптағы жүрген жауынгер, UFC-дің ең сүйікті жауынгерлерінің бірі дәл қазіргі сәттегі. Қай уақытта болсын, қай жерде болсын, кез келген уақытта кіммен болсын шыға білетін. I told you yesterday, anyone, anytime, anywhere. I'm going to fight every time. No problem. Бразилиялық, мексикандық Диего Лопес пен американдық Брайан Ортега арасында өтетін кездесу. Яғни нөмір 12-ші орындағы жауынгер мен нөмір 3-ші орында тұрған жауынгер арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі Диего Лопесті фаворит ретінде көріп отыр. Диего Лопесті Брайан Ортеганы екеуінде джиу-джитсу стильдері өте керемет дамыған. Әсіресе Диего Лопестің тік тұрып соғысу әдісін атап өтуіміз керек. Және де бұл кездесуде мен де сарапшылардың пікіріне қосыла отырып, Диего Лопесті жеңімпаз деп танимын достар. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасындағы 155 фунт салмаққа дейінгі, яғни 70 килограмм салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. Мексикандық Даниэль Зельхубер мен аргентиналық Эстебан Рибовикс арасында өтетін кездесу. Достар, жалпы Даниэль Зельхубер мен Эстебан Рибовикс деген қандай жауынгерлер дейтін болсаңыздар, міндетті түрде олардың кездесулерін YouTube-қа жазып қарасаңыздар болады. Жалпы Даниэль Зельхуберді, Эстебан Рибовиксті жалпы нокауттық күштері керемет дамыған, сонымен қатар грэпплинг стильдері өте керемет дамыған жауынгерлер. Бұл кездесуде сарапшылардың
пікірі екіге бөлініп отыр, яғни 50-50. Бірақ та бұл кездесуде мен жеке пікірім бойынша Эстебан Рибовикс бұл кездесуде Даниэль Зельхуберді нокаутпен жеңуі тиіс. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу, достар, бұл әйелдер арасында 135 фунт салмақта өтетін кездесу, яғни 61 килограмм салмаққа дейінгі өтетін кездесу. Бұрынғы титулға үміткер болған Ирена Алдана, яғни мексикандық Ирена Алдана мен оның қарсыласы американдық Норма Дюмонт арасында өтетін кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың барлығы дерлік Ирена Алдананы фаворит ретінде көріп отыр. Мен де осы пікірге қосыла отырып, Ирена Алдана өзінің керемет дамыған бокс стилі арқылы бұл кездесуді төрешілердің шешімімен болмаса техникалық нокаутпен жеңеді деп күтудемін. Одан кейін біздің соңғы тоқталатын кездесу бұл әрине Мексиканың жаңадан шығып келе жатқан жұлдызы, хайптағы жұлдызы, UFC-дің ең жас жауынгерлердің бірі, UFC-ға небәрі 17 жасында ғана жазылған мексикалық, американдық Рауль Росас пен оның қарсыласы қытайлық Тибет елінің өкілі Аури Келең арасында өтетін 135 фунт салмақтағы 61 килограмм салмақтағы керемет кездесу. Әрине, бұл кездесуде сарапшылардың ойда барлық көптеген UFC жұлдыздарының ойда фаворит ретінде мексикандық Рауль Росасты көріп отыр. Әрине, бұл кездесуде де мен сарапшылардың пікіріне қосыламын. Рауль Росас бұл кездесуде сабмишнмен болмаса техникалық нокаутпен жеңуі тиіс деп ойлаймын. Ал сіздерше, достар, осы аталған кездесулерді Шон О'Мейли мен Мираб Двалишвили, Алекса Грассо мен Валентина Шевченко, Брайан Артега мен Диего Лопес, Даниэль Зельхубер мен Эстебан Рибовикс, Норма Дюмонт пен Ирена Алдана және де Рауль Росас пен Аури Келең арасында өтетін кездесулерді кімдерді фаворит ретінде көресіздер, достар? Міндетті түрде пікірлеріңізді комментарийға жаза кетіңіздер. Және де бастысы каналға жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. UFC 306, UFC ночи керемет кеш болмақ, достар. Лас-Вегас қаласындағы Сфера деп аталатын үлкен шардың ішінде өтетін бұл керемет кездесуді Дана Уайт жалпы UFC тарихында бір рет қана болатын кеш деп бағалап отыр. Сондықтан да UFC 306 турнирін жібермей алмаңыздар, достар. Келесі жолыққанша.